Жалғыздық жыры. Сыртымен емес, ішімен ғұмыр кешетін адамдар үшін өмір сүру қиын. Неге десеңіз, олар мына қоғаммен еш уақытта қабыспайды. Сондықтан болар қоғам мен олардың арасында ылғи кереғарлық туындап жатады. Адамзат баласының жасап берген моралі оларға мүлде керек емес. Олардың өз ұяты бар. Дегенмен, 1000 адам бір адамға емес, бір адам 1000 адамға қарап күн кешетіндіктен, олар да сол көпке ортақ тәртіпті сақтауға мәжбүр. Амалсыздан көнеді. Бұл жерде шарасыздықтың бар екенін сіз біліп отырған шығарсыз. Олар жалғыз, сол жалғыздығынан қажыған, қашып құтылу үшін әйтеуір біреуден пана табады. Алайда уақыт өте келе жарасым таба алмай екі бөлінеді. Өйткені сыртымен ғұмыр кешетін адамдар мен ішімен ғұмыр кешетін адамдар еш уақытта табыса алмақ емес. Ләйлі ақылдың азабын тартқан жан, ал Арманның таңдайында байлықтың дәмі қалып қойған. Арман Ләйләнің сұлулығына қызыққан, сыртын сүйген, оның ішіне дендеп емін кете алмады. Ал Ләйлә Алла тағала маңдайына жазған жалғыздықтан қашып құтылғысы келген. Бар болғаны осы. Сырт сұлулыққа қызыққан адамда бірақ нәрсе мақсат болса керек. Оларда жан ынтызарлығынан көре тән тоятын бірінші орында тұратын сияқты. Арман да арманына жетіп тынған. Ләйлә амалсыз тағдырын байлауға мәжбүр. Дегенмен, жан жарасын таппаған екі ғұмырдың бірігіп кетуі қиын екен. Еті сүйектен еркек үшін дүние қызығы ортая қоймаған еді. Тек жан жылу іздеген әйел үшін әр сәттің қуанышынан мұңы басым бола берді. Керегін таба алмай шөрілкеген жүректің мұңы көп аңсаған аққудың мұңындай тұғын. Әр сәт у ішкендей әсер беретін. Оның үстіне ол үйде де сыртымен ғұмыр кешетін адамдар көп еді. Соларда онсызда шерлі көңілдің берішін қалыңдата түскен. Бұлдыр болашақтың бұлыңғыр тұманын арасында Ләйлә Арман екеуінің жүрер жолының түптің түбіне екіге жарылатынын көргендей еді. Бәрінің баянсыз екенін сезген, содан болар қосылғандарына айға жоқ уақыт өтпей жатып айырылысып тынған. Адамға ең бірінші бостандық қымбат, жан бостандығы. Арман мен Ләйләнің арасындағы қатынастың дәл осылай екеніне мен куә. Өйткені мен олардың алғашқы кездесуі мен үйленгенге дейінгі уақыт аралығында орталарында жүрдім. Екеу бір сыныпта оқыған. Мен Ләйліммен көрші тұрдым. Менің 5 кішілігімді пайдаланса керек. Күнде кешкілік Арман мен Ләйлінің шақыратын. Мен кеудемдегі қызғаныш отына күйіп жансам да солай істеймін. Мен өзіне соншалық ғашық екенімді Ләйлә білетін. Балалық қой, мен оған Арман жүрмеші, мен сені жақсы көремін. Сені алғым келеді дейтінмін. Ал ол болса, үйленіп кетіп бара жатқан кезде менің математика дәптерімнің соңғы бетіне заңғар, мен жақсы көрмеші мені. Шын айтамын, жақсы көрмеші мені. Ұмыт, тәтең Ләйлә деп жазып шимақтап қолын қойып берген. Ләйлә Арманның ажырасқанынан кейін ғұмырында мүлде жұмбақ жанға айналған. Бір жылдай Алматыда болды да артынша Мәскеуге аттанды. Театр мен циркке қатысы бар үлкен оқуға түсті деп естігем. Атанасымен 1-2 жылдай хабарласып тұрды да кейін мүлде хабарсыз кетті. Тек соңғы хатында мені уайымдамаңдар, мен өлмеймін депті. Міне, сол уақыттан бері хабар ошарсыз. Өлі екенін, тірі екенін ешкім білмейді. Мүмкін атанасы білген шығар,
бірақ ешкімге тіс жарып айтпады. Және әркім өз тіршілігімен жүріп, ол туралы ойлауды ұмытып та кеткен. Ешкім іздемеді де, тіпті ондай адам бұл өмірде болмағандай.